Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйірер, өте дәмді американдық банофи пайдың пеште пісірілмейтін нұсқасын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл пирогты дайындау үшін біздерге құрғақ печеньелер қажет болады. Барлығын видеодағыдай осылай блендердің көмегімен үгіп аламыз, немесе оқтаудың көмегімен үгіп алуыңызға болады. Бұл пирогтың құрамын, ингредиенттерін, көлемін барлығын описанияда қалдыратын боламын. Үгітіп алған печеньеміздің үстіне ерітілген сары майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластыруға оңай болу үшін печеньені бөлікке бөліп қосып отырсаңыз болады. Осылай барлығы біркелкі массаға келгенше жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз өте қатты болып кетпеу керек. Осылай енді формаға дайындап жасаймыз. Мен арнайы осы асты ашық форманы алдым. Астына арнайы тортынсыны қойып, осылай формаға келтіреміз барлығын. Қамырымызды жайып шығамыз, яғни печеньеден жасалған қамырымызды. Барлығын біркелкі жайып шығамыз. Пирогқа мен бортик жасаған жоқпын, сіздер жасасаңыздар болады. Кейін үстіне вареный сгущенканы қосамыз. Бұл пирогта ең бастысы вареный сгущенкаңыз өте сұйық болып кетпеу керек. Барлығын жақсылап жағып шығамыз. Кейін үстіне банандарымызды орналастырып шығамыз. Оригинал рецептен еш кем түспейді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кейін үстіне кремін жасаймыз, яғни сливки мен сахарный пудраны жақсылап араластырып миксерлейміз. Кремімізді миксерлеп алғаннан кейін арнайы кондитерский қапқа салып, пирогтың үстіне жағып шығатын боламыз. Видеодағыдай жасаймыз барлығын. Насадканың көмегімен әртүрлі әдемі өрнектер жасауыңызға болады. Барлығын осылай орналастырып шығамыз кремді. Әдемілеу үшін үстіне әртүрлі орехтарды қолдансаңыздар болады, немесе какаоны сеуіп шығуға болады. Мен орех сеуіп шықтым үстіне, грек жаңғағын яғни.
кейін үстіне печеньені сеуіп шықтым. Холодильникте жарты сағат ұстауыңызға болады, кейін дастарханға ұсынуға болады. Кескен кезде міне осындай болып шығады. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!